Сәлем достар. Бүгін біз шек қарыннан өте дәмді манты дайындаймыз. Достар, каналымызға тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар. Алдымен шек қарын мен құйрық майды ет тартқыштан өткіземіз. Артынан асқабақ, пияз, картопты кубиктап турап аламыз. Осы көкөністерді қоссаңыздар, шек қарынның дәмі, иісі білінбей, мантымыз өте әдемі шығады. Одан кейін тұзы мен дәмдеуіштерін қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қамыр илейміз. Сол әдеттегідей електен өткізілген ұнға бір қасық сұйық май қосып, тұзды сумен илеп 30 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды чұқалап жаямыз. Салмасын салып, әдеттегідей видеодағыдай түйіп аламыз. Одан кейін майланған мантаваркаға салып, үстін сұйық маймен майлаймыз. Сонда мантының беті жұмсақ шығады. Дайын болған мантыларды 45 минут буда пісіреміз. Достар, мантымыз піскенше подлив дайындаймыз. Ол үшін пияз, болгар бұрышы, қызанақ және сарымсақты тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Табаға май құйып, көкөністерді 5-10 минут қуырып аламыз. Тұзы мен дәмдеуіштерін саламыз. Артынан су құйып 20 минут пісіреміз. Достар, мантымыз дайын болды. Бетіне подлив құйып, қалаған салат немесе соустармен жесеңіздер болады. Дәмі керемет болып шықты, достар. Шек қарынның иісі тұрмақ, дәмі де білінбейді. Ас болсын, достар.